Ата, енді мына өзіңіздің аты жөніңізді таныстырып, өмір тарихыңызды қысқаша айтып кетсеңіз. Мен енді Октябрь колхозында тудым. Мына Октябрь колхозы 1927 жылы ұйымдасыпты. Біздің әкелеріміз, үлкен аталарымыз осы колхозда ұйымдастырылған коллективизацияда қатысқан адамдар. Менің атам Қалдыбай алты ұлы болған. Оның ең үлкені Жапар, одан кейін Омар, Омардан кейін Әбдікерім, Әбдікерімнен кейін Әбдіқан, онан кейін Садыққан, ең кішісі Мәткерім дейді. Осы 6 ағайынды Қалдыбай атамыздың баласы екен. Қалдыбай өзі мына Сарбөктерде Қалдыбай сайы деген сай бар. Қазір сол сайдың ішінде тошала, тастан қалаған тошаласы бар екен. Оның уықтарын таудың шыршасынан кесіп әкеп, шаңыраққа уықпенен тіреу қойылған екен. Соған 1946 жылы бір атар тоқты бағып, менің шешем шабан болып, әпкем қойшы болып, Сқамиянов Өсен деген жігітті көмекшіге беріп, колхоз, коллектив колхозы. Сол бір атар тоқты менен осы Октябрьден көшіп, мына Ырғайты суын кешіп өтті. Ноябрь айы суық күн. Бір өгізге, алабел өгізге қазан ошағымызды артқан 12 уықпенен жаңағы қос тігіп, сол тауға шықтық. Мына Ырғайты суынан өткен күні қатты жел, боран, судан өтіп барып қонып, ертеңінде көшіп, көктеректің ішіменен өріліп, Ақтопыраққа шықтық. Ақтопырақтан көшіп, оның ертеңінде Қалдыбай сайына барып түстік. Сонда сол Қалдыбай атамның өз қолынан жасаған тошаласын қыстап шықтық. Бұл 47 жылы. Бұл кезде қанша жастасыз? Мен 6-7 жастамын. 6-дан 7-ге шығатын. Қыстай қой бағып, жаңағы Өсен Сқамиянов. Менің әпкем Садыққан қызы Бижамал. Екеуі таңертең қойды өргізеді, кешкі әкеледі. Сол бір күні мен үйдің қасында жартастар бар. Сол жартастардан қайрақ тас іздеп, жартастардың арасында түредім. Бір 4-5 тоқты үркіп, менің алдыма келе қалды. Сонан ағы тоқтыларды қайырып, қораға таман әкелдім. Соның арасында тағы да бір 5-6 тоқты тағы да келді бөлініп. Сосын мен шешеме айттым. Шешем Ожқан, апа, мына қойдан тоқтылар бөлініп шығып, міне 5-еуін айдап келіп, мен тағы бір 5-еуі артынан келді. Қойға бір пәле тиді-ау дейін деп сөйдедім. Онда сен жүгір, жотаға шығып қара, ана биік жотаға шығып биік жерге. Олар қой қайда екен көресің деді. Содан жүгіріп жотаның үстіне шығып қарасам, қойдың бәрі бұж-тыж бөлініп кеткен. Сөйтсек 3 қасқыр тиісіпті. Екі тоқтының басын бұрап тастапты. Оны ага
өсен қойшы біреуін сүйреп келеді. Қалған қойды әпкем Бижамал жинап жүр екен. Сосын мен де бір жағына шығысып, жинасып, үйге айдап келіп қойды санасақ, 10 бас тоқты жоқ. Сол ана бөлініп қашқан тоқтылар басқа бір атарға барып қосылыпты. Біздің ар жағымызда, Қалдыбай сайының ар жағында Саршоқы деген үлкен биік төбе бар. Со төбеде Бершінбаев Ордабай деген қыстайды. Оның бағып отырғаны бір атар саулық қой. Сөйтсек ағы бөлінген тоқты қашқан беті солай өрлеп кетіп, сол кісінің қойына қосылыпты. Содан қойды тани алмаймыз, барып санап, мына қойыңызға біздің тоқтылар қосылыпты деп айтып едік. Ой, қарағым, бөтен тоқты жоқ. Мен сендерге өз малымды бере алмайым деді. Бөтен тоқты жоқ деп. Со беті әлгі қойымыздың тоқтылардың ішінен сол 10 бас мал кем болды. Бұл енді о кезде қиын заман. Содан Алтыбай өлкесінен арғы жағынан өтіп, Алтыбайдан тек Қарақия деген қия деген жолменен 300-үй Қытайдан қашып өтіп түсіпті. Ақшидың желкесі, Ақши ауылы бар сол жерде. Соның желкесіне келіп қонған екен 300 үй. Содан соның ішінен Рақым деген ақсақалдан жаңағы мына Қытай жеріндегі Әбдіқан деген жаңағы Садықанның ағасы бір бұзаулы сиыр, 3 қой, 5 ешкі беріп жіберіп. Сол сиырды Рақым атамыз сиырды ұстап Қызылқасқа, бір мүйізінің үші сынық, Қызылқасқа сиыр екен, оның артына қызыл бұзауды ноқталап, құйрығына байлап, ана сиырдың басын бидалап, шешемнің қолына берді да, ана бұзауды сен айда артынан деп, сонымен Қалдыбай атамның қыстауына жаңағы Қытайдан беріп жіберген Әбдіқан әкеміздің беріп жіберген сиырын айдап келдік. Содан жаңа жыл болды. Жаңа жылдың санағында жаңағы 10 бас тоқты кем тоқтының орнына жаңағы зап берме, мен енді өкімет менен сұрақ сұрайды, мен не бетімді айтам. Сондықтан мына 10 тоқтыны төлейсің дейді. Біздің сол жаңаға келген, ар жақтан келген сиырымыздан басқа, Қызылқасқа сиырдан басқа бізде мал жоқ. Соныменен жаңағы 10 бас тоқтыға жаңағы сиырды орнына колхоздың есебіне өткіздік. Міне. Соныменен 3 жыл қой бақты, бұл 46-ның аяғы 47-де Ахмади деген неден соғыстан келген пленге түсіп, пленде Германияның пленінде 1 жыл жарым жатып, содан босанып келген екен. Соны 47-ші жылы бізге қойшылыққа берді. Жаңағы Өсеннің орнына. Сонымен Өсен кетті, Ахмади соны қабылдап алды. Содан сол жылы менің әпкемді сол Ахмади деген
жаңағы соғыстан келген азаматқа қосып екеуін бір семья жасады. Соныменен сол қойды бағып, қағып, күнелтіп, ары қарай кеттік. 1950 жылы колхозға колхозды қосып, ұлғайтты. Сонда Октябрь колхозын осы Көктұма, Красный Рыбак Көктұма. Красный Рыбак мұнда 90 үй орыстар тұрады. Сол 90 үй орыстарға Октябрь колхозын, жаңағы таудағы Ақши колхозын әкеліп, 3 колхозды біріктіріп, Красный Октябрь колхозы жасады. Красный Октябрь колхозы жасады. Сол Красный Октябрь колхозында 50 жылдан бері істедік. Мені осы жерде 7 класс орысша, 7 класс қазақша оқытады. Сол 7 классты біткеннен кейін 8-9-10-ды ауданның орталығы Шорал қаласына, о кезде қала емес, Шорал орталығы, сол орталықта Абай атындағы орта мектеп деп аталатын мектепті 1957 жылы бітіріп шықтым. 10 жылдық. Енді сол алғашқы мектепке барған уақытыңыз сол Көктұмада өтті ғой, түсінуім бойынша? Октябрьде 3 класс бітіріп келдім. Одан кейін Көктұмаға. 7 классты осы Көктұмада бітірдім. Сол 3 мен 7 сыныптың аралығындағы осы Көктұмадағы мектеп туралы, ағайларыңыз, апайларыңыз туралы естеліктеріңіз бар ма? Естелік болғанда Октябрь колхозы жеке болып тұрғанымызда кешкі мектепті ашты. Кешкі мектепке біздің шешелерімізді, апаларымыз, үлкен апаларымызды түгел көпшілігі әйелдер соғысқа кеткеннен көп азаматтар келмей қалды ғой. Соны школда жалғыз мұғалім Туғанбаев Кеншімбай. Туғанбаев Кеншімбай күндіз бізді оқытады. 1-ші, 2-ші, 3-ші класс. 3 классты біріктіріп, сол Октябрьде оқытады. Туғанбаев Кеншімбай. Кешкі мектеп деп, жаңағы үлкендерді шақырып оқытады. Өйткені складтан бір кесе бидай алса, бір бұт астық алатығын болса, қол қойып, бедіміс жасап, бедіміске қол қойып алады. Қол қоюды білмейтін қазақтар. Қазақша әріпті танымайды. Міне, сондықтан сол ауылдағы бар апаларды жинап, оқытып, кешкі мектеп ашып, жаңағы Кеншімбай мұғалім оқытты. Ол жерден 3-ші классты бітіріп, мына 4-ші классты осы Көктұмаға келіп оқыдық. Кімнің үйінде тұрдыңыз бұл жерде? Бұл жерде орыстың үйінде тұрдым. Филатов Иван деген. Филатов Иван деген менің әкемнің жолдасы болған екен. Әкем соғыстан келмей қалды ғой. Ана Филатов Иван менен өзінің осы жерде бар кезінде сонымен жақсы араласқан жолдасы болған екен. Сол Филатов Иванның үйіне мені тастап 3 жыл оқыдым. Ол шамамен ол кісінің үйі қазір қай жерде? Ол көлдің жағасында болған Филатов Иванның үйі. Ол қазір судың астына кетіп қалды. Сол кездегі көше Береговой деп аталады. Береговой көше түгел суға кетті.